алса, біз ары қарай топ болып жұмысын жалғастырамыз деген болатынбыз. Егер халық қабылдамай жатса, бұл әнімізді біз жылы жауып қоя саламыз, топты құрмаймыз деп шешім қабылдаған болатынбыз. Аллаға шүкір, сол әніміз жарыққа шыққаннан кейін кез келген дыбыс жазу студияларында, дүңгіршектерде, сауда орталықтарында, пойыздарда барлық жерде шырқалып тұрды. Және біздің сол әнімізді естеріңізде бар ма? Бір аудио кассета деген болатын еді ғой, Кенжебек сен білмейсің ондайды, жақсы. Онандай аудио кассета болатын, оны қарындаш салып айналдыратынбыз. Сол кассетаның, 90 минут кассетаның екі бетіне бірдей соның біздің бір әніміз жазып алған екен. Жаным тағы келіп жатыр. Ұнамай қалды ма, басқа білдірейік па? Иә, жүріп. Ағайға көкеге бер. Бір әнімізді 90 минуттық кассетаның екі бетіне бірдей жазып алғанда ойлаңыздар, 90 минут бір әнді жалықпай тыңдау деген біз үшін үлкен жетістік болды, жеміс болды, жеңіс болды. Сол әнімізді сіздерге тартып өткіміз келеді. Біз содан бастап жұмыс жасап бастадық. 21 жыл бойы сол әннің арқасында сіздерге қызмет етіп келе жатыр екенбіз. Сіздердің алақандарыңызда еркелеп жүр екенбіз. Қабыл алыңыздар. Ағиға ақын Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Қанат Ибраевтың әні «Сенің көзіңе түсіңдер». Seni aslan sıra